көп адамға сене бермеу керек екен. Первокурсница Шабута. Мен 9 жылдағы Аружан мақсатымды орындай алмадым, үмітімді ақтай алмадым. Спорить, ешкіммен қырсықпау деген. Сәлем көрермен, менің арнама қош келдің. Жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Алғашқы апта сіздерге сезілім жатыр ма? Жаңа жыл екен, жалпы сезілім жатыр ма? Осы сезімді қаттырақ сезіну үшін мен сіздерге кеңесім өткен жылға қорытынды жасап, жаңа жылға мақсаттарды қою. Сонымен біз қазір сонымен айналысамыз. Видеоны бастамас бұрын мен сіздерге айтарым, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Себебі мен YouTube арнама күшті нәрсе дайындап жүрмін, содан қорғанмас үшін тіркеліп кетіңіздер. Жақында ғана менің арнамда 400 көрермен болды, үлкен рахмет. Менің көрермендер саны белгілі бір санға жеткеннен кейін сіздерге алғысым ретінде мен Инстаграмда түрлі инстамаскалар жасаймын. Сонымен 400 көрерменге мен де қазақша инстамаска жасадым. Соны бағалап кетіңіздер, көріңіздер, ол үшін менің Инстаграмға кіріп кетіңіздер. Сонымен осындай садарға жеткізе беріңіздер. Үлкен рахмет. Видеоны соңына дейін көруді ұсынамын, себебі бүгінгі видеода мен 2020 жылға жасаған жоспарларымды көремін. Сол мақсаттарым орындалды ма, орындалған жоқ па, соны бірге көреміз. Қолыңызға қағаз бен қалам алып алыңыздар, бірге осы жылдың қорытындысын шығарайық. Мен осы жылы мектепті үздік бітіріп, грант ұтып алдым. Сабақ болған нәрсе көп адамға сене бермеу керек екен. Өзіңде қалыптасқан жаңа пайдалы әдет. Менің барлық қалыптасқан пайдалы әдеттерімді осы видеодан көре аласыздар. Мен пайдалы әдеттерді өзім қолға алып жүрмін, соларды пайдаланып, өмірімді өзгерткім келеді. Қай мақсатыңа жете алмадың, себебі неде? Мен үлкен мақсаттарым бірі ол грант ұтып алу еді, оны мен ұтып алдым. Қалғандары болса жай ғана кішкентай нәрселер. Оған мен қатты өкінбеймін, және олардың себебі мүмкін еріну. Маған ешкім сенбей тұрып, мен өз дегеніне жеткенім. Маған ешкім сенбеген кезім. Өзім өкінбейтін адаммын, және өкінішім жоқ. Мен расымен сол нәрсені қаласам, сол өз дегеніме жете алатынын таңғалдырды. Менің алғысым осы жылы менің туған тәтем қызды болды, менің айым дейтін сіңілім болды. Сол ең үлкен алғысым сол болар. Айымға привет! Үй, ішкі дүние, сосын оқу. Осы жылы бірінші рет жасаған ісің. Стипендия алдым, және Рамазан айының оразасын ұстадым. Сіздерге кеңесім, әр жылы өзіңізге хат жазыңыздар. Сол хатты бір жылдан кейін оқыңыздар. Ішкі жан дүниеңізде болып жатқан көңіл күйді, жалпы өміріңізді жазыңыздар. Және жоспар құруды әдетке айналдырыңыздар. Солай менің қолымда бір жыл алдыңғы Аружанның жазған мақсаттарым. Бірінші мақсат менде грант деп қойғанмын. Мен сол мақсатқа жеттім. Екінші мақсаты ол самосовершенствование. Орыс тілінде, себебі сұрақтар орыс тілінде болды. Және мен соны сіздер үшін қазақ тіліне аудардым. Сәлден соң осы жалпы қорытынды жасап болғаннан кейін сіздермен бірге мен 2021 жылға мақсаттарды қоямын. Самосовершенствование және бизнес деп қойғанмын. Және ең үлкен қателігім ол нақтырақ мен жазбағаным. Мысалға, қай жақтан самосовершенствование, қай жақтан мен мінсіз болғым келді, қандай бизнес ашқым келді сол кезде. Қандай қиялшыл болғанмын. Жалпы сіздерге кеңесім, өзімнің қателігім ол нақтырақ жазбағаным. Не үшін, қалай істеймін сол. Екінші сұрақ, мен нені үйренгім келеді, ол гитара. Мен гитараны өте аз ұстадым, ол мақсатыма жете алмадым. Кешірім сұраймын, 2009 жылдағы Аружан мақсатымды орындай алмадым, үмітімді ақтай алмадым. Бірақ English деді, мен ағылшын тілімді дамытып келе жатырмын, бірақ ол да өте баяу. Монтаж, мен монтажды үйреніп келе жатырмын. Анимация мүлдем бастаған жоқпын анимация жасауды. Келесі ол пайдалы әдет. Қандай падет? Келесі ол пайдалы әдет. Қандай әдетті өзім қолданғым келеді. Ол күнде кітап оқу. Мен күнде кітап оқимын. Спорт. Мен күнделікті денемді шынықтыруға тырысамын. Кем дегенде 5 минуттай. Және ешкіммен спорласпау дейді. Не спорить деп қойғанмын. Мен осы сөзді басқа жақта да өте көп жазамын. Не спорить, ешкіммен қырсықпау деген. Шыны керек, ойлап қоямын, шынымен де сондай болған ба деп алдыңғы жыл. Бірақ мен осы жыл өз-өзімен көп уақыт болғандықтан, карантинде ешкіммен сөйлеспегендіктен, мен жалпы алдыңғы жылмен салыстырғанда мен сабырлаумын.
мүмкін мен осы мақсатқа жеттім. Мына жақта 4-ші сұрақ, өз өзіңді 1 жылдан кейін қалай елестетесің? Мен мына жаққа жазып қойған первокурсница Шабута. Мен мен Шабуттың 1-ші курс студентімін. Сосын келесі популярный блогерім. Өкінішке орай, мен негізінде блогермін қазір, бірақ танымал емеспін. Әлі де сол нәрсемен жұмыс істеп келе жатырмын. Жалғастырудың мәні жоқ, себебі қалғандардың бәрі қиял және нақты жазылмаған. Сонымен достар, қазір енді біз жаңа жылға жоспар құрып бастайық. Сіздер соның бәрін қағаз бетіне түсіріңіздер және ойлану керек болса, видеоны пауза қойып ойланып алыңыздар. Басты 3 мақсатың. Келер жылы нені үйренгің келеді? Қалайтын және айырылғың келетін әдеттер. Жыл соңында өзіңді қалай көргің келеді? Қай қорқынышыңды жеңгің келеді? Қасыңда қандай адамдар болғанын қалайсың? Кіммен танысқың келеді? Алдыңғы жылы мен осы сұраққа танымал адамды жазып қойғанмын. Ол адамды мен есіме зорға дейін түсірдім. Бұл кім деп қоямын. Алдыңғы жылғы аружан сондай қиялшыл болған екен. Сонымен келесі сұрақ. Дәл қазір мақсатыңа жету үшін қандай қадамдар жасай аласың? Болашақ өзіңе не тілейсің? Құрметті көрермен, келіп жеткен жаңа жыл құтты болсын, ауырмаңыздар. Осы жыл сіздерге бақыт, шаттық, табысы келсін. Сонымен сіздермен болған мен Аружан, ауырмаңыздар. Сау!